Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыбымыз масса алмасу үдерістері. Біздегі 5 процестің ішіндегі ең негізгі процесс масса алмасу процестері. Студенттер, масса алмасу процестері өту жылдамдығы зат алмасу заңдарымен анықталады. Неге? Себебі бір фазадан екінші фазаға ауысып отырады. Яғни сұйықтан қаттыдан сұйықтан деген сияқты агрегаттық күйлеріне байланысты отырады. Оларға не жасаймыз? Адсорбция, абсорбция, десорбция, хемосорбция, ректификация, кептіру, экстракция. Неге? Себебі адсорбция өздігінен бөліп жүретін болса, абсорбция сіңіре жүретін болса, сол сияқты бір-біріне қарама-қарсы жүріп отырады. Келесі, үдеріс жалпы ұйымдастыру тәсілі бойынша үшке бөліп қарастырамыз. Ол үш түрі: аралас, үздіксіз, мерзімдік. Студенттер, мерзімдік дегеніміз атап қойып тұрған белгілі бір жерде орналасады. Яғни бастапқы өнім бір затты бөліп алу болатын болса, оның мерзімі нақты анықталады. Себебі өндіріс орнында осындай GMP талаптарынан өткен осында сұйық дәрі заттарды шығару немесе жұмсақ дәрі қалыптарды шығару, яғни атауы айтты мерзімдік. Белгілі бір уақытта, бір жерде, бір мерзімде, яғни нақты атауын білдіріп тұрған. Ал екінші үздіксіз. Сол жерде үздіксіз жүріп отыратын негізгі қондырғылар аппараттар. Сіз шығаратын өнімнің негізгі процесі ол үздіксіз ба, или жартылай үздіксіз ба? Сіздер білетін боласыздар, гидромеханикалық процестерде осы үш топқа бөліп қарастырамыз. Үздіксіз, үздікпен істейтін және жартылай. Соның ішінде үздіксіз істейтін, ал үшінші аралас. Яғни бізде бір дәрілік препараттарды біз құйып құтылап жатсатын болсақ, екінші жер оны қаптау, маркировкалеп жатады. Ал үшінші жақ оны жаңағы сапаны бақылау бөлімі, яғни аралас әртүрлі мерзімі бір жерде болғанмен жүріп өтетін кезеңдері әр кезеңді айтады. Осыны біз аралас деп атаймыз. Келесі, мерзімдік ол периодтық үдерісте белгілі бір уақытта қондырғының ішінде жүргізеді. Яғни бір аппараттың ішінде бірнеше процесті өткізу механизмін айтамыз. Оны біз мерзімдік немесе периодтық дейміз. Кезеңдері бір аппараттың ішінде және бір процесс механизмін орындалады. Келесі, үздіксіз үдеріс деген ағынды аппараттардың ішінде әртүрлі жерде жүзіп отырады. Мен жаңа сіздерге түсіндіріп өттім. Яғни үздіксіз бір периодта жасалынады. Аралас үдерістер жеке кезеңдер бойынша, ол жерде периодтары нақтыланған. Жаңа сіздерге түсіндіріп өттім, әрбір жерде периодсыз жүзеге асырылып отырады. Оны үздіксіз өтетін периодты процестер деп аталады. Келесі, ұйымдастыру әдісі бойынша периодтық процестер, үздіксіз процестер, аралас процестерді нақтылап түсіндірдік. Енді бізде келесі айтатынымыз үздіксіз процестердің артықшылықтары. Үздіксіз процестер негізгі артықшылығы өнімді шығаруға және ақпаратты толтыруға уақыт кетпейді. Яғни ешқандай уақыт жұмсамайсыз. Ол жерде шығындар қарастырылмайды. Екінші, жеңіл автоматты реттеу және толық механикаландыру мүмкіндігі артты. Неге? Себебі автоматты жеңіл және тиімді қолдану үшін. Үшінші, өткізу тәртібінің тұрақтылығы. Яғни сіз бүгін осы жұмысты жасайсыз. Яғни нақты сізге зерттеу хаттамасы беріледі. Яғни уақытты кезеңі. Ал үшінші, құрылғының, төртінші құрылғының жинақтылығы, бесінші, келтірілетін және шығарылатын жылуды толық қолдану. Сіз аппаратты қосқан кезде оған қандай жылулар кеткенін анықтайсыз. Бұлар негізгісі екі сұйықтық қолданылады. Ол екі сұйықтықтың біреуі идеалды сұйықтық немесе реалды сұйықтық. Кейбір кітаптарда идеалды араластырғыш немесе реалды араластырғыш. Идеалды араластырғыш дегеніміз белгілі бір себеппен аппараттың көмегімен араласады. Ал реалды дегеніміз ол есеті белгілі бір күшпен, механиканың әсерімен пайда болады. Ол процестердің ішінде де өзігінен барлық бөлшектер бір мезгілде жүріп отырады. Идеалды араластырғыш негізгі қорытындылары нақтылай айтатын болсақ, нақты реалды үздіксіз әрекет ететін процестер қолданылады. Келесі процестер белгілі бір уақытта құрылған, құрылмаған. Оны біз ғылыми тілде стационарлы емес деп атаймыз. Неге? Себебі біз бір жабдықты келесі жабдыққа орналастыратын болсақ, ол стационарлы типті болады. Ал егер стационарлы типтік емес, ол бір-бірімен әр жерде, әр кезеңде орналасатын аппараттардың
немесе жабдықтардың орналасу типін айтамыз. Келесі, процестер мен аппараттардың анализі мен есептеу жалпы принциптер. Жалпы принциптерді біз А, Б, В, Г категориясы бойынша бөліп қарастырдық. Студенттер оны өздеріңіз тетрадтарыңызға түртіп аласыздар. Дегенмен де процестер мен аппараттар белгілі бір уақытта үздіксіз жүріп отырады. Оны есептеу тиімді болады. Ал екінші, бастапқы материалдардың шығыны есептелмейді, және оны біз материалдық баланс есептеулерінде қолданатын боламыз. Ал В категориясы жұмысты оптималды түрде қолданамыз, ал Г-сі ақпараттардың негізгі өлшемдері біздің зерттеу хаттамасымызда келтірілетін болады. Материалдық баланстардың масса сақталу заңымен анықталатын болса, ал энергетикалық баланс ол энергияның сақталу заңымен анықталады. Бізде материалдық баланс бір дәрілік затты өндірген кезде кеткен барлық өнімнің шығынын анықтайтын болсақ, ал энергетика баланс сол өнімді өндірген кезде аппараттардың жұмыс істеуін, қанша энергия жұмсалғаны, энергияны сақталу заңымен анықталады. Яғни бастапқы өнім мен шығын екеуінің қосындысы, соңғы өнім мен шығынның қосындысы бастапқы өнімді беру. Сонда біздің теориялық, практикалық, фармацевтикалық негіздемесі дұрыс деп айта аламыз. Осымен біздің бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.